саламатсыз ба? Қош келдіңіз біздің кітапханаға. Саламатсыз ба? Қош көрдік. 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күніне арнап сізден сұхбат сұрайық деп едік. Жақсы. 14 ақпан халықаралық кітап күні екенін білесіз бе? Әрине білемін. Соңғы рет кітапты қайдан алдыңыз? Соңғы рет маған өзімнің әріптесім осы сенбі күні маған кітап сыйлаған болатын, Асыл Мұра деген. Соңғы рет кітапты кімге сыйладыңыз? Енді мен осы уақытқа дейін кітап сыйладым деп айта алмаймын. Керісінше мен кітапты алғанды жақсы көремін. Соңғы рет қандай кітапты оқыдыңыз? Соңғы рет мен өзім Немат Келімбетовтің «Үмітсің келмейді» деген және «Қараман қарақшы» деген кітапты оқыдым. Бұл мейрамға қандай көзқарасыңыз қандай? 14 ақпан халықаралық кітап күнін өте жақсы қараймын. Себебі кітап оқу әрбір азаматтың міндеті деп есептеймін. Өзім мұғалім болғаннан кейін оқушыларыма кітап оқуды ұсынып отырамын әр уақытта. Сондықтан жақсы қараймын бұл мейрамға. Рахмет сізге сұхбатыңызға. Мына кітапты сізге сыйлаймыз. Өте жақсы, рахмет. Ақбас жігіт Набзарбеков. Аха.